Азада Манапова жастайынан білімге құштар, алдына мақсат қойған дарынды жастардың бірі. Ана жолын ұлағатпен жалғастырған асыл ұрпақ. Ол білімнің әр саласында жетістікке жетсе де, қазақ тілі мен әдебиетке деген махаббатын ұстаздық жолдан көрді. Және соны таңдады. Мұғалім ретінде келгенде, өте қызық сезім болды. Себебі ол жерде мен 4 жыл бұрын ғана сол мектептің түлегі болып кеттім. Енді мұғалім ретінде келіп тұрмын. Басында қабылдай алмадым. Қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқып бітірдім. Осы жерге келгеннен кейін қазақ тілін өзім ана тілімде жетік меңгеріп алдым. Соның арқасында міне қызымды да өзім оқыттым. 5-ші класстан бастап 11-ші классқа дейін оқыттым. Бұл мамандықты 2-ші сыныпта таңдадым. Яғни мен сол кезден бастап 10 сабақ, 10 пәнді бөлек басқа немен махаббатпен оқысам, қазақ тіліне бір ерекше мән беріп оқыдым. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Алайда ұстаздың бала білімін ұштауда қаншалықты ұшқыр екені уақыт еншісінде. Дегенмен кезінде шәкірті болса да, қазір мұғалім болған Азаданың әріптестері оның еңбегіне жоғары баға беріп сүйсініп отырады. Азада өзі оқушыларға талапты қойып, оқушыларды сабаққа жақсы тартады. Оқушылар оны сабаққа кірген кезінен бастап жақсы көріп, белсенді болып оқып жүрді. Азаданың оқушылары да көзге жақсы түсіп жүр. Оларда жаңағы олимпиадалардан, байқаулардан жүлделі орынға иеленіп жүр. Балалар, бүгін біз өткен сабақты жалғастырамыз. Яғни біз өткен сабақта жағалаулардың жалғану тәртібі деген тақырыппен таныстық. Бүгін соны қайталаймыз. Дайынсыңдар ғой, Жақсы, бастаймыз. Азада жас ұстаз болса да, білім беруде жаңашыл. Мысалы, атақты адамдардың өмірі арқылы балаларға мотивация беруді көздейді. Жалпы оқушыларды сабақ барысында жалықтырып алмау оның басты мақсаты. Стив Джобс, америкалық кәсіпкер, Apple-дің негізін қалаушылардың бірі. Сабақ өткізу барысында мен өз методикамды қолдануға тырысамын. Ол дегені көбінесе мен кітаптағы немесе бағдарламадағы тақырыптардан бөлек оқушылармен мәтінмен жұмыс істеймін және мәтін талдап көбінесе кітап оқытуға баулаймын балаларды. Жақсы, нүкте қоямыз, енді талдаймыз. Бұл жердегі біздің бастауышымыз қайсысы болады? Жавахар, бастауыш қайсысы? Қазақстан, сызамыз астына. Бұл жерде баяндауыш? Ұлы дала, елі. Баяндауыш сызамыз. Бірінші кезекте мемлекеттік тіл. Онда ол тілде еркін сөйлеу әр ұлттың, әр адамның міндеті. Сол үшін сендер жаттаған ережелерін ұмытып қалуларың мүмкін, бірақ сендер қазақ тілінде таза сөйлей алуларың керек және дұрыс жазуларың керек деп мақсатты түсіндірем. Сол мақсатқа жету үшін жыл бойы жұмыс істейміз. Азада ұлты өзбек болса, қазақтың бауырына басқан жанашыры, арманшыл жастардың бірі. Оған дәлел жоқ емес. Мен екінші атым Айзада туралы айтсам, ол қалай шықты? Ең бірінші себебі мен студент болып түскен кезде Алматыға адамдармен танысқан кезде, мен атымды айтқан кезде көбі түсінбейді. Және оларға Азада деген сөз Айзада болып естіледі. 90% адам Айзада деп екінші рет сұрайтын. Маған ұнайтын ол ат. Қазақ пен өзбек туыс халықтар. Екі елдің салт дәстүрі, әдет ғұрпы ғасырлар тоғысында бір түйісіп, бір ауысып келеді. Бірақ болмыс ортақ болған соң, Азада қыздың болмаса қазақтар айтқандай Айзада қыздың кімге қызмет еткеннен гөрі ұлт деп шектелетін ұғымнан асып биікке шыққаны, әр нәрсеге жоғарыдан қарай алатыны бізді қуантты. Ол екі ұлттың да бағына берген талантты жастардың бірі. Бір елдің болашағы емес, жалпы адамзаттың болашағы үшін жанашыр жан.